қалайсыңдар? В общем, үйге жаңа келгенсің ғой, түр жоқ, бет жоқ, айналып тұр енді түр деген. Погода мынандай болып тұр. Жел болып тұр, короче, ешіне барып бассейнға түсіп қайту керек болып тұр. Өздеріңде не жаңалық болып отыр? Жатам. Кішкене түр жинап алдық, нормально болып қалдық, суға түсіп. Міне, мынандай лук жақсы болып тұр, қандай бір Дубайдағы бір байдың балдары сияқты болып тұрмын. Бірақ бір проблема болып тұр енді. Жаңа азанмен келдік біз үйге, айгүлдің есігін тоқылдатсам, ашпады, короче. Ну ладно дедім енді. Сөйтіп бассейнге кетіп қалдым. Сөйтіп кеп қайтып есікті ашсам, үйде жоқ, короче. Қайда екенін білмеймін, түсінбедім. И магазинге кеткен шығар деп күтіп оттым, уже бір сағаттай ма, жарты сағаттай өтті. Әлі жоқ, телефонын алмайды. Мен не істейміз енді? Ит ататындармен іздейміз ба, или қалай? Қайтып жазып кетсе болады ғой, мен бір жаққа кеттім деп. Не істеймін? Отырмын енді күтіп. Үй далаға шығып іздеймін ба? Тағы да шашылып үйге. түсірейікші құрсын. Қазір бірдеңе түсіреміз ба? Не түсіреміз? Ана тренд бәрі билеп отыр ғой. Жени деген ба? Сондай. Қуасың ба? Билейікші. Не болды? Сұмдық билеп жүрді. Біз бишіміз ғой, білесіздер мағайын. Деп қазір мен билеп беремін сіздерге. Лайк қойыңыздар, мен қазір дайындалып билеймін соған. Всем привет, қалдарыңыз қалай? Ал мен деген қайда келе жатыр десеңіздер, Зухраға келе жатырмын. Жігердің, яғни ұлымның витаминдерін осы Зухраға доставка жіберткен болатынмын. Қазір енді соны алып кетуге келе жатқан жайым бар. Как обычно. Я мен сторис түсіремін, мен блогермін. Доставкамды алып кетуге келдім. Жігерге витаминдерге тапсырыс берген болатынмын. Зухраның үйі мен үшін не болды ғой, посылка болды ғой, қалай айтады? Доставкаларым. Откуда ты узнал, что это мои любимые цветы? А что? О, ты вообще сонло? Ты что, не знал? А билбейлі алдың ғой. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Мен айтамда асығыс кезде обязательно кептеліс болады, бірдеңе болады. Бауырымның жекпе-жегі көреді, сол жекпе-жеге асыға кетіп бара жатқан жайым бар. Жеткізбейді. Бүгін қанша мейрам, демалыс болса да пробка. Асығып келеді. Біз көретін боламын енді. 17 минут қалды, бірақ жүру әлі біраз. Ал бүгін мен өз қолыммен созып рамен жасадым, қалай? Ойбай, керемет. Жеп отырмыз. Турада қылайын. До того кәрші сөйлеп кетті. Рамен жеп алдым да. Рамен деген японецтердікі ғой? Құмаси кәрістердікі. Онда анен сәйо. Мен осындай тамақ жеп жатырмыз. Қалайсыздар достар, қайырлы күн. Біз қалаға келдік, қалада жүрміз. Ары бері енді жаңа айтып кеткен керемет қызық жаңалығымызды енді бөлісеміз, Құдай қаласа. Бүгін или ертең, наверное, не знаю. Скорее всего, қазір әдеттегідей Әсел неге келді? Бетін бояуға, шашын бояуға. Қазір бір съемка бар. Негізінде сол съемкамен дәлелдейміз деген ойдамыз ғой, енді ойымыз ғой. Сол Құдай қаласа қазір. Ішетін су пұлдап алдым, қазір аңсарды ұйықтап қалды, кішкене аңсарды қарай тұрамын енді. Әсел примерно бір сағаттай бетін бояйды, білесіңдер ғой қыздарды. Ең күткен жек көремін мен. Ал, в общем, достар, Таразға шығып бара жатырмын. Бір жұмыстармен, бір жағдайлармен. Оны кейінірек айтатын боламын тағы да. Такси шақырып қойдым. Алдан орын алдым, Алла қаласа таң атайында Алматыда боламын. Әсел мен балам үйде. Қазір үйге қонақтар келеді, солар болады, так что олар қорқпайды дейді. Мен жалғыз тастағым келмейді да. Сол аман жол амандығын берсіңіз енді. Мен бір нәрсеге күліп келе жатырмын да. Ана кеше Нучон
Асхаттан сұхбат алып жатыр ғой енді. Сол сұхбат Асхат айтып жатыр да, типа Бексұлтан маған қарыз, типа Бексұлтанның берешегі бар деген сияқты айтып жатыр ғой енді. Сол әңгіме жаңа ютубқа, инстаграм желілер, пабликтарға тарап кеткен ғой енді. Бізде жаңа именно бізді Зухра екеумізді жек көретін, бізді жақтырмайтын, бізді көрсе төбе шаштары тік тұратын, который біз сәл көтеріліп қалсақ, бізді бір қалай айтсам болады, төмен табалақсы келіп тұратын жандар, біздің жетістігімізге қуана алмайтын жандар, бізді мүлдем адам құрлы көрмейтін, бізді жақтырмайтын адамдарға бұл өте жақсы болды негізі. Асхаттың айтқан сөзі бір өте күшті болды. Соны пайдаланып тұрып, ой, ауыздарына келгенін жазып жатыр ғой енді. Айтыңыздар, жазыңыздар. Біреудің ақысына кіріп жатсыздар, ұмытпаңыздар. Ертең әр айтқан сөзіңіз үшін жауап бересіз. Бұл өмірде болмаса да, келесі өмірде. Аман болайықшы ағайын, аман болайықшы. Мені жақсы көретіндер аман. Ал достар, міне крышамызды жауып жатырмыз. Төбесінен көрсетейінші сіздерге, төбесінен. Жігіттер төбеде жүр. Күндіз үйдемін, кешке тойдамын. Маған да оңай емес ағайын. Отбасымда асырауы бар. Я досым. Жігіттер молодец міне. Ұрып жатыр, Аллаға шүкір. Крышамыз жинау адам болып кәдімгідей. Ал достар, біз үйге келдік. Кеше мен тойға кетіп қалсам, жігіттер төрт бұрышты шаңырағын құрып көтеріп қойыпты уже. Алла қаласа біз сақадай сайымыз. Ерекең бар мына жақта. Мына жерде Тоқай. Тоқайды қарасаңыздаршы, ойбой, масканы қарасай. Защита ма? Защита. Жігіттердің беттері күйгеннен кейін маска алып бердім бір-бірден осына. Сосын мынандай жилетка алып бердім жігіттерге, чтобы шатырда ыңғайлы болу үшін, инструменттердің қалталарына салып алады, Ерекең екеуі. Сосын крышаның үстінде ұша береді. Өзбектерге деп айта берсең, өзбектерге. Жоқ, Құдай сақтасын досым. Ал, Бұйырса, Құдай қаласа. сәттілік, Құдай қаласа, бүгінде үлкен жұмыстары бар. Алла жар болсын. Күн деген ысып кетті, жаңа күн салқын болып тұрған қуанып едік. Күн қайттан ысыды бүгін. Алла қаласа, бүгін балкалардың бәрі тастап шықсақ, біраз жұмыс бітейін деп тұр, иншалла. Аллаға шүкір. Адамдардың қазір көбісі, барлығы емес, енді көбісі соншалықты бақытсыз, соншалықты іштері тар және соншалықты көре алмайтын болып кетті. Мен таңғаламын. Қоғам сондай бір сатыға қарай өтіп бара жатқан сияқты. Өйткені бәрінің аңдағаны өсек, өтірік, жаңа суайттық. Біреу туралы бір әңгіме еститін болса, соған имандай сенеді, екінші жақты естімейді. Ана әңгімені, мына әңгімені алып қашпа сөздердің бәрін естіп алады да, біреуді қарғайды, аузына келгенін жазады. Мен ондай әңгіме жазу үшін адамға қандай смелость керек, мен түсінбеймін бар ғой. Біреудің өміріне араласпауды үйреніңіздерші, өтініш достар. Біреудің өміріне араласпау деген дүние, яғни біреудің ақысына кірмеу деген сөз. Бұл өмірде біреудің ақысына кіргеннен асқан ауыр күнә жоқ ағайын. Біреудің өмірін тамашалауға болады, біреудің өміріне қызығуға болады, бірақ оның өміріне араласуға ешкімнің қақысы жоқ. Осыны ұмытпайық.